Әлемдегі ең қатаң режимдегі түрмелер. Диярбакыр түрк елі. Түркия еліндегі Диярбакыр түрмесінде 18 жасқа толған ересектер және 18 жасқа толмаған балалар бәрі бір түрмеге қамалған. Себебі барлық тұтқындар өлгенше қамауға алынған. Тұтқындарда қандай да бір құқық болмағандықтан көп таяқтың астына алатын болған. Қамалғандарда қандай да бір дәрігерлердің көмегі болмағандықтан өлген адамдардың саны өте көп болған. Карандир, Бразил елі. Бразил елінде Сан-Паулу қаласында Карандир түрмесі оңтүстік Америка елінде ең қатыгез түрмелердің бірі. Бразил елінде қылмыс деңгейі өте көп болғандықтан сол елдің түрмелері барлық кезде толы болған. Барлығы 8000 тұтқынға 1000 сақшы тағайындалып 4 уақытпен жұмыстайды. 2008 жылы түрмеде көтеріліс болғанда 3 сақшы 100-ге жуық тұтқындар атылып өлтірілген. Соның сыртында түрмеде қандай да бір дәрігерлердің көмегі болмағандықтан 5 адамның біреуі Бохойс Артикс деген қорқынышты зерттеу жауабы жарияланған. Қорқынышты жағдайда аты шыққан бұл түрмеде болған оқиғаларға ұқсастырып тіпті кино шығарылған. Бұл кинолар Канан киноларға атын ұсынған кезде болған. Райкерс, Америка елі. Райкерс Нью-Йорк қаласындағы 413К жерді иеленген бұл түрме 1923 жылы құрылған. Дүние жүзіндегі ең үлкен түрмелердің бірі. Райкерс түрмесінде 28 000 шамасында тұтқындар бар. Олардың бақылайтын 9000-дай күзетші, 200-дей көмекші жұмыстайды. Бұл жердің құнын салықтан жылына $860 миллион төлейді. Бұл қатал режимді түрмедегі көбі өмір бойы бас бостандығынан айырылған және ату жазасына кесілгендер. Түрменің қарауылдары тұтқындарды ұрып соғу, көп уақытпен камераға жалғыз қамау деген сияқты заңға қайшы әрекет белгілі болып халыққа тараған. Бұндай заңсыз әрекет Американ түрмелерінде көп болады. Черный дельфин, Орыс елі. Орыс еліндегі ең қатал түрмелердің бірі. Бұл түрме Қазақстан шекарасында орналасқан. Бұл түрмеде өмір бойы бас бостандықтан айырылған есірткі сатушы, қанішер, маньяк, адам сатушы, адам етін жейтін деген сияқты тұтқындар қамалған. Сотталғандар күн сайын 90 минут таза ауа жұтуға құқығы бар және оларға күніне 2 рет сорпа беріледі. Таза ауа жұтқызатын камераға барар алдында маңайда құрылыстарды көрсетпеу үшін көзін байлайтын болған. Бұл тұтқындарды камерамен жабдықталған бөлмеде 24 сағат бойы бақылап және 15 минут сайын күзетшілер тексеріп отырады. Бұл түрме алғаш салынғаннан бастап бірде-бір қылмыскер қаша алмаған. Түрменің басшысы Манши Жакро айтуы бойынша түрмеде қашу жалғыз жолы болса, ол өлу жолы деп айтқан. Бұндағы барлық тұтқындардың адамдарға зияны санайтын болсақ, 3525 адам болады. Бұл дегеніміз бір тұтқын ең аз дегенде 5 адам өлтірген деген сөз. Қамау лагері, солтүстік Корея елі. Дүние жүзіндегі ең жұмбақ жер болатын солтүстік Корея саясатшылардың және қылмыскерлердің түрмесі. Бұл жерде адам құқығы деген болмағандықтан
Қарны ашқан түрмедегілер бір-бірінің етін жейтін кездер де болады. Бұл жердің тұтқындардың құл сияқты көретін болған. Және бұл жердің тұтқындарына биология және химия сынақ істейтін болған. Бұрын бұл жердің лагер түрмесі туралы ешкім білмеген. 9 жыл сотталған бір қылмыскер лагерден қашып, оңтүстік Кореяға көшіп барып, бұл лагер туралы айтып бергені дүние жүзіне үлкен сенсация болды. Бірақ бұл лагердің құрылымы туралы мәлімет әлі құпия. Елағой Шанель 2022 жылы. Достар, сіздерден үлкен өтініш, арнаға жазып кетейік. Сіздер қаласаңыздар келесі бөлімді барынша ертерек салуға тырысамын.